Ядролық медицина технологиялар мен радиоактивті препараттардың көмегі арқылы онкологиялық ауруларды анықтауға көмектеседі. Қазір жиі жасалатын компьютерлік томография осы саладағы тексерістердің бірі. Позитрондық эмиссиялық томографияда ядролық технологияға жатады. Алайда бұл құрылғының басқалардан ерекшелігі обырдың қай жерде, қандай көлемде орналасқанын асқан дәлдікпен анықтайды. ПЭК диагностика алдында науқастың тамырына әуелі радиофарм препараты енгізіледі. Ол ағзаның зардап шеккен жасушасына барып орналасады. Сол арқылы нәтижені тез шығаруға болады. Бұл препараттар бұрын республикалық диагностикалық орталықтан ғана жеткізілетін. Президенттің іс басқармасы ауруханасының жанынан ашылған ядролық медицина орталығы бүгінде радиофарм препаратты өздері өндіруге мүмкіндік алды. Жұмысқа енді кіріскелі жатқан ғимаратта диагностикалық блокпен қатар циклотронды өндірістік кешен орналасқан. Бұл циклотронды өндір кешен, яғни бұл қазір біз циклотрон бункеріне кіреміз, яғни көріп отқанымыздай лабиринт арқылы жасалған, яғни ол сәуле ағындарын бұрмалаушы. Егер мына болмаса, ол тіке өтіп кетуші еді. Жіңішке түтіктер, яғни циклотрон жұмысына қажетті газдар, мысалы гелий, жоғары қысымдағы сығылған ауа, азот. Бұл бізде циклотрон П-3 840, яғни ол теріс ионды шағын циклотрон. Бұл циклотронда негізгі 3 радионуклидный изотопын фтор 18, көміртек 11, галлий 68-ді өндіру арқылы, яғни протон мен дейтронды ағындар арқылы сәулелендіру арқылы жаңағы біз радионуклидный изотоптарын аламыз. Яғни алынған изотоптар ол берілу каналдары арқылы синтез зертханасына беріледі. Яғни мына жерде ядролық реакциялар жүретін болса, ар жақта уже химиялық реакция арқылы радиофарм препараты алады. Циклотронда өндірілген радиоизотоптар зертханаға келіп түседі. Мұнда олар синтездеуден өтеді. Синтездеу модулі арнайы сөрелерде тұрады. Қабырғаға бекітілген конструкцияның құрамында қорғасын бар. Бұл қауіпсіздік үшін өте қажет. Себебі циклотроннан келген препараттың радиациялық белсенділігі өте жоғары болады дейді технологтар. Ал мына зертханада осында өндірілген радиоизотоптардың сапасына бақылау жүргізіледі. Сапалық және сандық көрсеткіштерге сәйкестігін мұқият тексергеннен кейін оларды емге қолдануға рұқсат етеді. Бір препаратты тексеру 40-50 минутты алады. Радиофарм препаратты өндіретін келесі сатылар жүргізіледі. Бұл препаратты синтездеу, препаратты өлшеп орау, сонымен қатар стерильді фильтрация өткізіледі. Құтының маркировкасы осы жерде жасалады. Міне осындай лифтер арқылы бізде пациенттерге жіберіледі. Операторлар жіберілген радиоактивті препараттарды қабылдап алғаннан кейін диагностикаға қажетті мөлшерін қойып, науқасқа егеді. Препарат халықаралық GMP стандартына сай болуы қажет. Оның қауіпсіздігі мен сапасы ерекше назарда. Алдағы уақытта аталмыш кешенде 9 түрлі радиофарм препарат өндіру жоспарланып отыр. Оның 8-і Қазақстанда бұрын соңды шығарылмаған екен. Жедел келіп, ол пациентке енгізілгеннен кейін препарат бүкіл организмге жақсы таралу үшін, біркелкі таралу үшін 40-60 минут қажет болады. Сол 40-60 минутты, яғни келесі бөлме. Сол 40-60 минутты сонда демалу қалпында өткізеді. Сол 40-60 минут өткеннен кейін пациенттің өзінің кезегі келгеннен кейін, яғни ол біздің ПЭТ-КТ аппаратқа келіп жатқызылатын болады. Позитронды эмиссионды томографтың, яғни ол организмге түскен жаңа препарат өзіне сәуле шығарады. Сол сәуленің бір әртүрлі жерлерге жинақталып, мысалға бірінші суретті қарайтын болсаңыздар, онда сол жақ өкпенің қатерлі ісігі, яғни сол жақ өкпеде сол қатерлі ісік болуына байланысты препарат көбірек сол жерге жиналып тұр. Түсіру жылдамдығы, яғни жылдамырақ болып табылады. Бұрынғымен салыстырғанда қаншалықты жылдам, қаншалықты дәл? Орташа айтқанда бұрынғы аппарат 20-25 минут түсіретін болса, бұл аппарат 15-17 минутта түсіретін болып табылады. Және де бұл жерде, яғни жасалынып шығатын суреттің качествосы жоғарырақ болып табылады, сапасы жоғары болып табылады. Науқастарға рекомендация жасаймыз.
16 жасқа дейінгі балалармен, екі қабат әйелдермен және де емізулі аналармен контактқа түспеуге. Бұрын онкологиялық ауру 60-тан асқан адамдарда кездессе, қазір бұл дерт жасарып келеді. Ал қатерлі ісікпен күресте ядролық медицинаның орны бөлек дейді дәрігерлер. Емдеу мен диагностиканың жаңа әдісі алғаш рет ақш пен Еуропада пайда болған. Бүгінде біздің мемлекетте бұл тізімді толықтырып тұр. Тіпті ядролық медицина орталығында орналасқан мына ПЭТ құрылғының Орта Азия мен ТМД елдерінде де баламасы жоқ. Мамандар орталықтың қызметін онкология бойынша есепте тұрған кез келген қазақстандық тегін ала алатынын айтады.